Bala Genius. Жұмбақ сақшы Акио. Қалашықта Акио есімді кішкентай бала өмір сүрді. Акио өте мейірімді бала. Ол күшті болмаса да басқаларға көмектескенді жақсы көретін. Бір күні Акио үйіне қайтып бара жатқанда ағаштан түсе алмай тұрған кішкентай марғауды көріп құтқармақшы болады. Марғауды құтқарып жатқан кезінде таңғажайып ерекше бір құбылыс орын алады. Кенеттен жап-жарық бір нұр пайда болып Акионы қоршап алды. Сол сәтте Акио өзіне керемет бір күш біткенін сезді. Бұл супер күш еді. Акио енді аспанда ұша алады. Ол қалашықтың үстінде емін-еркін қалықтап жүр. Супер күші Акионы қалаған жеріне жылдам жеткізе алады. Акио енді өте шапшаң әрі күшті. Мен супер күшпен адамдарға көмектесе аламын, деп ойлады Акио. Қалашықта біреу қиындыққа тап болған сайын, Акио бірден жұмбақ сақшыға айналып, мәселені жылдам шешіп тастайды. Мейлі құлаған ағаш болсын, әлде жоғалған бала бола ма? Акио сол жерден табылып көмек көрсетіп, сосын лезде ғайып болатын. Акионың батырлық істері бүкіл қалашықта тарағанымен, бұл жұмбақ сақшының кім екенін ешкім білмеді. Ал Акио болса күндегідей мектепке баратын, басқа балалар сияқты асыр салып ойнайтын. Ол тек қажет болғанда ғана сүйікті қалашығын қорғау үшін өзінің супер күштерін қолданатынын. Бір күні кенеттен қатты дауыл соқты. Бүкіл қалашық бұдан зардап шегіп, үйлер су астында қалды. Акио дер кезінде көмекке аттанды. Ол су құрсауында қалған балаларды аман алып шықты. Оның жылдамдығы соншалықты ешкім түрін көріп те үлгермеді. Акионың арқасында тұрғындар аман қалды. Енді барлығы дауылдың кесірінен бұзылған үйлерді қалпына келтіру жұмысына атсалысып кетті. Көп ұзамай қалашық бұрынғы келбетіне оралды, тіпті бұрынғыдан да жанданып, әсемденіп кетті. Адамдар бас қосып жұмбақ сақшының ерлігін, оның қалашықты дауылдан қалай аман алып қалғандығын қызу әңгіме ететін. Ал Акио болса алыста тұрып, мұның бәрін үнсіз тыңдап тұрады. Кеудесін мақтаныш пен қуаныш сезімі кернеді. Акионың кім екенін ешкім білмесе де, адамдар оны қатты жақсы көреді, және жұмбақ сақшы тұрғанда қалашығымыз әрқашан аман болады деп сенеді. Мінекей, бұл әңгімеде Акио өзінің мейірімділігімен және батылдығымен қалашықты қорғап, тұрғындарға амандық пен бақыт сыйлады. Балалар, естеріңде болсын. Басқаларға көмектесу супер күштің бір түрі. Бұл әңгіме сіздерге ұнаса лүпіл басып арнаға жазылыңыздар. Bala Genius.